Бүгін азан мен сағат 11-де тұрып алып осылай билеп жатсам, мына жақта көрпелер бір-бірімен ұрсып жатыр ғой. Биді не қылады бұл, жинасайшы төсегіңді. Қанша рет айтам сендерге бұттарың арасына қыспаңдар деп, мен жастықпын. Тұра тұрсаңдаршы, билегісі келіп жатыр ғой, енді билеп алсын да. Бұлар менің билегенімді де көре алмайды ғой дедім да, үстін жинап. Ал мә сендерге мынау керек па деп үстін жауып қойдым да, кухняға қарай келіп, кухняда суымды ішіп кетіп бара жатсам. Қайда? Біз тұра береміз бе өстіп? Как всегда, мені мусорға тастамайды ғой, тұрамыз осы жерде қап-қара болып кеткенше. Азан мен ұрыспа. Жүр кеттік, аналар жуып келейік. Қойшы, өзің жуа берші, қазір беті қолымды жуып алайын. Жынды ма, мен сені жуа алмаймын ғой, жүр кеттік, жуамыз бірге. Жумау үшін әтейі бір шымш қадырып қояды ғой бұлар. Мына қазандағы тамақты салайын деп кесе алып шықтым. Ана қазанды жылатпай маған ақ саласашы тамағын. Ой, бұл бір кухняда маған бір жаны ашитын адам табылды ғой деп ыдыстарды жууға кірісіп кеттім. Ыдысты жуып жатсам, мына жерде мынау көпіріп кетсе бола ма? Өлдің ба, сонша көпіртіп, азырақ салсаң қайтеді? Азғантай ақ салып едім, ona губка ғой көпіріп жүрген. Қазанда айтам да, күнде жуамын, неге сонша сарғая бергесін деймін да. Ну да, болады енді. Шайып төңкеріп болды ғой десем. Қасықтарға сәл ары жатсын. Неге бұны бұл жерге қойып қойсын, өзін жайына қойсай. Бұл қатынның миы ашып қалады, бар ғой, біздің жайымыз тұрға, анау қойсай сол жерге. Ойбай, мына бәлеқорлардан қалған шығарып тұра берсеңдер болмай ма деп жайғастырып қойдым. Осылар тыныш болсыншы деп, пока деп кеттім.